Сәлем, мүмкін сіз бұл жігітті танитын шығарсыз. Бұл атақты боксшы Юрий Бойко. Ол Ресейдің ең нашар түрмесінен енді ғана шығып, аралас жекпе-жек әлемін бағындыруға дайын. Тіпті қорқынышты түсте болса да, ол әлемдік даңққа жету жолында не күтіп тұрғанын елестете алмайды. Юрий Бойко Киевте тұрады, жаттығады және өнер көрсетеді. Оның қатаң режимдегі колонияда 10 жыл артта қалғаны және бостандық жолындағы жүздеген астыртын ұрыстары бар. Оның орнында басқа кез келген адам баяғыда өз арманынан бас тартар еді. Бірақ нағыз түрме титулдарымен қорқытатын Юрий емес. Осы уақытта жауынгер бір кездері отырған және өнер көрсеткен қара түрмеде жаңа жұлдыз пайда болады. Бұл кошмар лақап атымен танылып қалған тұтқын. Бірде ұрыс-керіс арасында Бойко жергілікті шіркеуге садақа беруге барады. Ол оның қаржылық көмегінің арқасында салынғаны белгілі болды және күрескер өзінің құтқарылуын діннен табуға тырысады. Қасиетті әкенің өмір жолында күмәнданатыны рас. Бойко онымен келіспейді. Ол Алла тағаланың оған теңдессіз сый бергеніне және оны қолданбау оның өз тарапынан күнә болатынына сенеді. Сондықтан ол сабырлы жүрекпен жаттығуды жалғастырады және көп ұзамай менеджері Кириллден оған жекпе-жек тапқанын біледі. Андерграундтың қандай да бір түрі аралас жекпе-жектен халықаралық Еуропа чемпионатына жолдама беретін нағыз іріктеу жекпе-жегі. Менеджермен бірге Юрий Будапештке барады. Бойко сенімді жеңіске жетуді көздейді. Сонымен қатар скауттар аренада алдыңғы қатарда отырады және үздік спортшыларды таңдайды. Әрі қарайғы ынтымақтастық үшін. Жекпе-жек алғашқы секундтардан басталады. Юрийдің қарсыласы өте мықты спортшы екені белгілі болды. Бойко өзінің жасанды соққыларынан жалтарып, бірнеше рет ұсталып қала жаздады. Бірақ жаудың табандылығы Юрийді ашуландырғаны сонша, ол жарылып, кеудесі мен басына қауіпті соққылар береді. Қарсылас Капуаны жоғалтып, орнынан көтеріледі. Бойко көрермендер алдында мақтана бастады. Жеңісті тойлайды. Бірақ басқа спортшы қайтадан орнынан тұрып, міне Юрийдің барлық ашуы соған түседі. Жекпе-жекті триумфты жеңеді. Оған барлаушылар келіп, мұндай әсерлі жекпе-жекті көптен көрмегендерін айтады. Ерлер Будапештте Бойконы қайтадан көргісі келеді және 2 аптадан кейін жаңа турнирге келуді ұсынады. Юрий бірден келіседі. Жаңа ғана алған жеңісі үшін Кириллдің қолынан гонорар алады. Бойко қарсыласынан бір жерге зембілге салып, апарып жатқанын көріп, оның жағдайы ауыр екенін және реанимацияға түсетінін айтады. Юрий қатты алаңдайды. Ол шайқасқа бірнеше күн қалғанда діни қызметтердің сөздерін бірден есіне алады. Келесі күні таңертең ол қорқынышты түстен оянып, Кирилл Бойко отырған жаттығу бөлмесіне барып, кешегі қарсыласынан не болғанын сұрай бастайды. Менеджер Юрийге бұл ақпараттың не үшін қажет екенін түсінбейді. Ол бәрібір жеңді. Бірақ ол бәрібір шындықты айтады. Ол өліп кетті. Юрий бұл мүмкін екеніне сене алмай, Кириллден жаудың аты кім екенін сұрайды. Бұл Ресейдің Отын қаласынан келген Виктор екен. Менеджер жауынгерлерге мұны ұмытып, әрі қарай жүруге кеңес береді. Барлық жауынгерлер рингке шығу кезіндегі тәуекелдерді жақсы біледі. Бірақ Бойко Виктор мен оның әйелінің суретін көргенде тыңдағысы да келмейді. Ол Ресейге барып кінәсін өтеуге тырысады. Ол тіпті Ресейде астыртын ұрыстың арқасында түрмеден шыққан қашқын деп қорықпайды. Юрий көмекшісіне оған жалған құжаттар жасауды бұйырады және бас тартуды қабылдамайтынын айтады. Бойко көрші елге жеткенде Виктордың жерлеу рәсімі шағын қалада өтіп жатыр. Әлдебір күдікті ер адам солдаттың жесіріне жақындайды. Ол әйелге күйеуінің қайтыс болуы ешкімнің қарызын өтеуге әсер етпейтінін, енді жесір оны жабуға міндетті екенін айтады. Юрий болса жалған төлқұжатпен Ресей шекарасынан өтіп қонақ үйге кіріп, Виктордың жесірі жұмыс істейтін жастар орталығына барады. Ол қызбен сөйлесіп үлгермейді. Адамдар қара көлікпен келіп, оны бір жерге апарады. Бойко белгілі күзетшіге жесір әйелді жұмбақ екінші жұмысқа алып кетті деп айтады. Юрий мекен жайға барады және бұл кешкі уақытта ережесіз төбелес болатын түнгі клуб екені біледі. Бойко есік алдында тұрып, жеңілмеген клуб чемпионы Игорь Казмирдің жекпе-жегін бақылап тұр. Юрий Игорьдің ринг өзіне тиесілі екеніне сенімді. Бірақ содан кейін оны басқа нәрсе алаңдатады. Виктордың жесірі осында даяшы болып жұмыс істейді екен. Бірақ Юрий жесір әйелмен сөйлесіп үлгермейді. Күзетшілер оны байқап, далаға шығарып жібереді. Олар қыздың бастығына тиесілі екенін және Бойконың оған жақындауға болмайтынын айтады. Күзетшілер жекпе-жекті қоздырып, аз уақыттан кейін Бойко оны картоп қаптары сияқты жерге лақтырады. Сол бір күдікті адам қарсы ғимараттан шығып, өзін зораппын деп таныстырады.
Ол Юрийдің жаңа ғана көрсеткен соққылары үшін қол соғып, клубтың оған тиесілі екенін хабарлайды. Ол жергілікті криминал басшы тіпті рингте күресуді ұсынады, бірақ ол бас тартады. Ол Альма даяшысымен сөйлесуге келгенін айтады. Зураб үзілді-кесілді бас тартып, жігіттерді Юрийге бақылап жүру бұйырады. Жергілікті қарақшылардың қаупі келесі күні де шошытпайды. Ол тағы да Альманың жұмыс орнына келеді де Зурабтың қолбасшыларын қағып, ішке кіреді. Алғашында ол шындықты айтудан тартынады, тек көңіл айтып, рингте қайтыс болған күйеуінің хатын береді. Қыз бейтаныс адамның қайда келгенін сұрайды. Ол шыдай алмай барлық шындықты айтып береді. Юрий Альма үшін бірдеңе істей аласың ба деп сұрайды. Иә, ол күйеуін о дүниеден қайтару ғана керек деп жауап береді. Бойко ұсынған ақшаны қанды және оны өлтіруші деп атайды. Осы уақытта жаңа жауынгерлердің жас қанының бір бөлігі Зураб клубына әкелінді. Бірақ олардың ешқайсысын мафиоз ұнатпайды. Ол жергілікті жекпе-жектерді нағыз шоуға айналдыратын нағыз чемпионды іздейді. Оған көп күтудің қажеті жоқ. Юрий клубтың табалдырығын аттайды. Бойко Зурабқа мәміле ұсынады. Ол өз рингінде төбелеседі, бірақ мафия Альманы мәңгілікке қалдырады. Ер адам үшін жекпе-жекке келіседі, бірақ Бойко клубтың басты чемпионымен жекпе-жекке шығу шартымен Юрий келіседі және келесі 3 апта бүктемені өткізетінін айтады. Өйткені бұл мұнда ұзаққа созылғысы келмейді. Бір ғана нәрсе бар. Бірақ Зураб шабуылшының шын атын дауыстап айтады. Оның барлық жерде кездесетін қанды иттерінен сіз тіпті жалған құжаттармен жасыра алмайтыныңызды көрсетеді. Клубтағы әңгімеден кейін Юрий Кейлге қоңырау шалып, оған тағы бір апта тұру керек екенін айтады. Менеджер оны көндіруге тырысады, бірақ Бойко табандылық танытып, көмекшісіне билетті басқа күнге ауыстыруды бұйырады. Келесі күні Альма Юрийді қонақ үйдің жанында күтіп отыр. Ол әйел жекпе-жекке одан көмек сұрамағанын және оны жалғыз қалдыруды талап ететінін айтады. Виктордың жесірі Бойко оны зат көріп жеңу үшін келді деп қателесті. Боксшы қыздың оны қызықтырмайтынын, ол қызды емес, өзін құтқару үшін келгенін айтады. Қарсыластар жекпе-жекке дайындалып жатыр. Бірінші жекпе-жек күні келді. Зураб бәрін бақылап отыр. Юрийдің қарсыласы күткеннен де күшті болып шықты, бірақ Бойко өзін тез жинап, соңында оны белсенді түрде тас-талқан етеді. Соңында ол қарсыласын иық пышақтарына қойып, тамағынан ұстап жеңіп шығады. Бойко жекпе-жектен кейін демалып отырғанда Альма оған су әкеліп береді. Альма жұмысына жаттығуға келуге болмайтынын айтады. Келесі күні Юрий жастар орталығына барып, Виктордың жарысқа дайындалған жерінде жаттығады. Екінші жекпе-жектің сағаты келді. Жүргізуші атақты Бойконы хабарлайды және қарсыластары ағайынды Озеровтар жергілікті атақтылармен жұдырықтасады. Бойко бірден екі қарсыласпен жұдырықтасатынын білмеді. Екеуіне қарсы жекпе-жекті Юрий бірден сәтті болмайды. Бірақ ол тез арада бастаманы өз қолына алады және екі ағайынды иық пышаққа салады. Соған қарамастан шайқас жалғасуда. Бойко бір шабуылшыны құлатса, екіншісі дайын тұрады. Бір кезде қарсыластардың бірі Юрийдің белін қатты жарақаттады, бірақ әрі қарай жалғастыруға күш табады. Себебі Бойко Альманы көріп қалады және соңғы минуттарда екі қарсыласында нокаутқа түсіреді. Юрий рингтен ақсап шығып келеді. Бүкіл көрермен оның атын айтып жатыр. Виктордың әйелі оған мүлдем басқа көзбен қарап тұрған сияқты. Жаңа күн келе жатыр. Зураб өзінің кеңсесінде қара түрмедегі қорқынышты түстегідей шабуылшыны алып келуді сұрайды. Полицей бас тартады, себебі ол үшін ол жұмыстан айырылуы мүмкін. Бірақ оған тек қана ақша емес, түрмеден қашып кеткен Бойконы да ұстап беретінін айтады. Оны алда не күтіп тұрғанын білмейтін Бойко жекпе-жектен кейін бірден жаттығуға келеді. Альма жекпе-жекке жаттығу үстінде келіп, оның арқасын арнайы қайнатпамен жағуды ұсынады. Бірақ Юрий бұл қалада неге кетпейсің деп сұрағанда, әйел балағаттап істі жарты жолда тастайды. Альманың айтуынша бұл орталық оның және марқұм күйеуінің ең үлкен арманы. Ол үшін арамызда Зурабтан қарызға ақша алған. Бұл орталықты және оған баратын балаларды тастап кету Альма үшін мүлдем ессіздік болар еді. Бойко үнемі жұмысқа баратынын және оны Альма тамақтандыратын білген Зураб қызғаныш сезімі пайда болады. Ол оған келіп, әйелді Юрийге қарсы қоя бастайды. Кирилл Юрийге қайта қоңырау шалып, бүкіл Будапешт оның аты жазылған плакаттармен сыланғанын, олар оны тезірек жарыстарда күтетінін айтады. Бойко оған сол күні кешке сағат 9:00-де аялдамада болатынын уәде береді.
Ал қонақ үй бөлмесіне оралғанда ол жерде шақырылмаған қонақты кездестіреді. Альма оқыс оқиға болмаса да, сол аласапыран күні болған оқиғаның бар шындығын білгісі келеді. Ол естуге дайын. Содан кейін Бойко өз тарихын айта бастайды. Ол ұзақ уақыт түрмеде болған қорқынышты істер жасағанын айтады. Ол Құдайды тапқанға дейін жек көрушілікке толы зұлым адам болды. Юрий ең жиіркенішті түрмелердің ең лас ареналарында 100 рет шайқасты. Ақырында Құдай оған өзінің бір нәрсеге лайық екенін бүкіл әлемге дәлелдеуге мүмкіндік бергенде, Юрий оның алдында рингте тұрған адамды көруді тоқтатты. Ол үшін Виктор өзінің ең асыл арманына жету жолындағы кедергі болды. Юрий мұның бәрі Альманың айырылған орнын толтыру үшін жеткіліксіз екенін біледі. Бірақ ол шын жүректен істегеніне өкінеді. Бойко ақыры рингте басты қарсыласы Игорь Казимирге қарсы шығады. Қызу шайқас жүріп жатыр. Оның барысында олар төбелеседі. Бірақ қарсылас өте лас ойын ойнап, Юрийдің онсыз да ауырған белін одан да көп жарақаттады. Бойко беріле бастады. Ал Казимир жеңісті тойлауға кірісіп, арқасынан жатқан адамды қолымен соғып аяқтап жатыр. Юрий тағы да көпшіліктің ішінен Альма көзіне түседі. Жаңа күшпен орнынан тұрады. Ол қарсыласына қауіпті нүктелеріне үлкен соққылар жасайды. Игорь Казимирдің күші таусылды және Бойко оны оңай нокаутқа жіберді. Бойко рингтен жанкүйерлердің қоршауында кетіп бара жатыр. Ол жұмыс бітті және Будапештке оның армандағы жарысқа бара алады деп ойлайды. Бірақ Зурабтың басқа жоспарлары бар. Ол ақымақ болып чемпионмен 3 жекпе-жек және 1 чемпионмен шайқасқа келіскендерін айтады. Юрий бұндай алдауға ашуланды. Бірақ оған ультиматум беріледі. Немесе ол қайтадан рингке кіреді, немесе Альма әрқашан Зурабтың меншігі болып қалады. Кештің басты жекпе-жегі жарияланды. Жеңімпаз Юрий түрмеден келген бұзақыға қарсы. Бойко қарсыласын көріп өз көзіне өзі сенбейді. Ол одан 2 есе үлкен. Зурабтың қасына отырғызған Альма да қатты уайымдап жатыр. Жекпе-жек 1 минуттан басталады. Юрий аузындағы кападан айырылып артқа құлады. Барлығы оны нокаутта деп ойлайды. Қорқынышты адам жеңісін тойлап жатыр. Бірақ Бойко есін жиды. Орнынан тұрып жекпе-жекті жалғастыруға тағы да бірнеше секунд бар. Ол уайымдап тұрған Альманы және күлген Зурабты көріп, қалған күшін жинайды. Бойко жарақат алған беліне бірнеше рет соққы беріп, ауырсыну арқылы күресуді жалғастырады. Бірақ оның қарсыласы әбден таусылғаны көрініп тұр және де беріле бастайды. Ол кеудесіне соққылар жібереді, онымен жерде ұрсады және ауыр ұстауды қолданады. Одан кейін қарсыласын жеңіп шығады. Оны шыға берісте таяқ ұстаған жігіттер күтіп тұрғанын әлі де күдіктенбейді. Кейін ол Альманы Зураб алып кетіп бара жатқанын көреді. Бірақ зұлымдарды Юрий тоқтатуға үлгермейді. Зурабтың күзетшілері оны ұра бастайды. Виктордың жесірі сыртқа шықпас бұрын тірі Бойконың денесін көріп, оны өлді деп айқайлайды. Адамдар түрбелеңде рейд басталды деп шешіп, клубтан қашады. Алайда Юрийдің полицияға тапсыруға әлі де үлгермей жатыр. Барлық жігіттерді таяқтарымен нокаутқа түсіріп, оқ жарақатын алады. Зураб кабинетінен оқ естіп, мылтық алып, Альманы алып, клубтан жүгіре бастады. Жолда ол Юриймен жолығып, оған тағы бірнеше жарақат салып көлікке жетеді. Бірақ Юрий жылдамырақ болып шықты. Альма мен Юрий жалғыз қалды. Ол тез арада дәрігерге бару керек екенін айтады. Бірақ ол тіпті оны тыңдағысы да келмейді. Ол бұған дейін сұрауға батылы жетпеген мойындады. Ол қазір оны кешіре ме деп сұрайды. Бойконың асыл сөздерін естіп үлгермей полицияға ұсталады. Енді Юрий қайтадан түрмеде отыр. Альмаға жарты жылда бірінші рет келеді. Келмегені үшін кешірім сұрайды. Бұрын дайын емес еді. Альмамен танысқанда Юрийге тым ашуланды. Бірақ ол оған әлемде әлі де жақсылар бар екенін көрсетті. Виктордың жесірі Бойкоға оның бостандығы мен қадір-қасиетін қайтарған үшін алғыс айтып, көптен күткен сөзді айтады. Мен сені кешірдім.